Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютер құрылғылары. Аты жөнім Аманжол Қарақат Аманжол қызы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты енгізу және шығару құрылғыларын ажырату, цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау. Сабақта білеміз, компьютермен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелерін білеміз, компьютердің негізгі және сандық құрылғыларын білетін боламыз. Балалар, айналамыздағы заттар, құбылыстар туралы мәліметті ақпарат деп атаймыз. Біз ақпаратты көру арқылы, есту арқылы, дәм сезу арқылы, ұстау арқылы қабылдай аламыз. Ал осы ақпаратты сақтайтын және өңдейтін құрылғыны компьютер деп атаймыз. Компьютермен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті. Қауіпсіздік ережелері: компьютер алдында жұмыс істеген кезде бөгде заттарды орналастыруға болмайды. Компьютермен жұмыс жасаған кезде пернетақтаны бар күшімізбен басуға болмайды. Компьютермен жұмыс кезінде компьютермен арақашықтық 50-60 см болуы қажет. Компьютермен жұмыс жасаған уақытта тамақтануға болмайды. Және компьютер алдында дымқыл киіммен отыруға болмайды. Компьютерлік сыныпқа мұғалімнің рұқсатынсыз кіруге болмайды. Және компьютермен жұмыс жасаған уақытта мониторды қолмен ұстауға болмайды. Компьютермен жұмыс жасау уақытын шектеу қажет, яғни жасалуға берілген уақыттан артық отыруға болмайды. Және компьютермен жұмыс жасау уақытында біздің көзіміздің шаршауы байқалады. Шаршаған уақытта мына жаттығуларды жасауымыз қажет. Кәне бірге жасап көрелік. Басымызды бұрмай, көзімізбен оңға және солға, оңға, солға. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Енді көзді жоғары, төмен, жоғары, төмен. 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Жақсы. Көзді қатты жұмамыз. 1, 2, 3. Көзді ашамыз да ұзаққа қараймыз. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3. Тағы да ұзаққа қараймыз. Өте жақсы балалар. Балалар, көзіміз ауырған жағдайда осы жаттығуларды қайталаймыз. Компьютермен жұмыс жасауда қажетті негізгі құрылғылар жүйелі блок. Жүйелі блок ол бізде ақпаратты сақтайды және өңдейді. Монитор. Монитор ақпаратты көрсетеді, яғни ақпаратты шығару құрылғысы монитор. Ақпаратты енгізу құрылғысы перне тақта, яғни біз мәтіндерді, әріптерді осы құрылғы арқылы енгізетін боламыз. Шығару құрылғылары монитор және принтер деп аталынады. Монитор арқылы ақпаратты біз бейнелеп шығарып көретін болсақ, принтер арқылы біз ақпаратты қағазға шығаратын боламыз. Ақпаратты енгізу құрылғылары. Жоғарыда айтып өткендей, мәтінді енгізу, әріптерді енгізу құрылғысы перне тақта деп аталынады. Ал қалған басқа да ақпараттарды енгізу құрылғысы принтер деп аталынады. Бүгінгі сабағымыздың сөздіктерін дәптерімізге жазып алайық. Тапсырма: компьютер құрылғыларының атауын жаз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.